Құрметті Арайлы арқалық каналы, Қанат мырза, сізге біріншіден осы тұрғындар атынан рахмет айтудан бастағым келіп тұр. Біздің тұрғындардың өтінішін қабылдап келгеніңізге, әкімшіліктен адамдар алып, біздің мынау жиналып тұрған себебіміз Маясова 42-ші үйдің бірінші мәселеміз жаңағы менің өтініш тастауымнан басталып тұр. Өтініш өйткені жаңағы осыдан мен председатель осыдан босап, өйткені өзімнің денсаулығыма байланысты. Мен өзім 2-ші топ мүгедегімін, өйткені денсаулығым келмейді. Біздің үйдің проблемасы өте көп. Подвал әсіресе. Мінекей сол себептен тұрғындарға өтініш тастаймын. Тұрғындардың несі енді бәріміздің жалғыз тұрғындар, мен де, например, соны қолдаймын, іскерге бізге қосылу. Егер возможность болса, біз әкімшіліктен сұрайтынымыз бізді іскерге қосса. Қандай жағдайда сіздер іскерден шығып кеттіңіздер? Жалпы бұрын іскерге қарады ғой? Біз 2022-нің былтырғы жылғы ноябрь айында осыға шықтық. Оның өзінде біз бір ай, например, 4 ай біз бесхозный болып тұрдық. Бесхозный ешкім не іскер, не кондоминиум ешкім обслуживать етпеген. Біздің дом бесхозный болып тұрды. Полный подвал сумен біз осы домды алдық. Онда да жаңағы председатель сайлау өздеріңіз білесіз, оңай болған жоқ. Мінекей мына кісілердің бәрі, осы шығып тұрған кісілердің бәрі біледі. Ортадан мені ешкім шықпағаннан қайта әкімшіліктен келіп жинас ашылды. Бәрі болды. Содан кейін мені ұсынып, сіз істеңіз, документально жүргізсеңіз, кішкене осы домды бәріміз бірігіп алайық деп. Мінекей сол себептен мен алдым. Мінекей 1 жыл жүргіздік. Енді былтырғы қыстан біз өте ауыр шықтық. Өте ауыр шықтық. Потому что мынау аузына дейін тіреліп тұр су деген. Одан кейін жаңағы өзіміз октябрь бойы тұрғындар болып ақша жинап, жеке осысыз тұрғындар болып ақша жинап, жаңағы подвалды откачка жасаттық бірнеше рет. Жаңағы сантехник жалдап не істеттік, отоплениемізді қостырдық, потому что біз ешкімге қарамаймыз ол кезде, осы үйда емеспіз. Солай сантехник жалдап, сантехникке бүкіл неміз отоплениемізді қостырғанбыз былтырғы жылы. Мінекей, былтыр біз ноябрь айында шықтық. Документально октябрь деп өздері оформить етілген акиматтан. А самом деле біз ноябрьден бастап осы. Енді заң бойынша жилищных отношений сіздерде барлық осы 70 пәтер ғой, 70 пәтерде кворум болу керек. Яғни барлық тұрғындардың көпшілігі осы іскерге ме, кондоминиумға өту туралы дауыс беру керек. Ондай сіздерде бола ма? Яғни тұрғындардың көбісі өтуге дайын ба? Келісім бере ма? Іскерге біз ойлаймыз емес, вообще осы кеше өзіміз группамызда осыны жинау үшінде группамызда, домның группасында айтылғанда бәрі келісіп отыр. Енді, потому что бізде возможность жоқ. Мінекей кімге, Ерік мырзаға рахмет, біз өйткені сол кісіні жалдаймыз постоянно. Сол кісі біздің домды обслуживать етеді. Электрик тоже бірдеңе болса, электрик жалдаймыз. Өз күшімізбен биылғы жазда жаңағы подвалдың мұздай суын, сосын жаңағы ыстық судардың кейбір крандарын, енді ол жағының аттарын жаңағы біле бермей ғой, қазір Ерік мырза өзі айтар, біздің сантехник жаңағы қызметін атқарып постоянно сол кісіні шақырып аламыз. Өйткені қазір кішкентай зарплатқа жерге ешкім келмейді біздің төлейтін ақшамызға. А электрикке тоже солай. Сосын еще электрощитімізді ауыстырдық. Күшімізбен биылғы жазда осылай тұрғындар жеке ақша жинап, ол осы үйдің ақшасынан алған жоқпыз, біз бұны жеке қалтамыздан жинап, электрощитпен подвалдың мұздай суын, сосын жаңағы отопленияның кейбір крандарын кетіп тұрған. Спасибо, что вы пришли на встречу. Мы хотим озвучить свои проблемы, конечно. У нас очень проблемный дом. Как ОСИ образовалась, до ОСИ у нас тоже были проблемы немного. Мы не могли, скер от нас все отказались, мы остались бесхозные. Теперь мы просим, чтобы вы немножко нам помогли решить эту проблему. Как нам дальше жить? Дом вообще в ужасном состоянии. Как ОСИ образовали, платили люди какие-то деньги. Благодаря которые добросовестным людям, нашим жильцам, мы оплатили какую-то сумму. Сантехник сделал часть работы, поменял пластиковые трубы, воду откачивать постоянно. Вот так мы и держимся. Остальные недобросовестные вообще не хотят платить. Поэтому мы решим, просим вас решить этот вопрос, чтобы нас или в эскер бы взяли, чтобы мы не остались бесхозными. Просто по-человечески просим, чтобы решили нас вопрос. И большое вам спасибо, что вы взяли за это дело. Мы надеемся, что этот вопрос решится. Саламатсыздар. Мінекей бүгін жиналысымыз өтіп жатыр. Бізде тағы да сондай сұрағымыз бар. Жителдің араларында төлемейтін адамдар өте көп. Мысалы, подвалды біз өзіміз күшімізбен ақша жинап, ремонтын аздап істедік. Ол кезде де төлемеген адамдар бар. Сосын біздің домның астында магазин, аптека, жаңағы ломбардтар, олар вообще мүлдем төлемей жатыр. Соған да бізге көмектессеңіз, оларға не қолдануға болады? Қалай оларды төлету керек? Аптека вообще орысша несін сұрап жатыр договорында. Бізде қазақша договор.
сондай вот сұрақтарымыз тағы да бар. Сосын сол үйдің төбесі дегендей, сырты, подвалы. Саламатсыздар ма? Бірсен қанатымыз көп рахмет, мынау тұрғындардың мәселесін көтеріп жатқаныңызға. Енді мен айтып кететін, мынау шамалы тоқталып өтейін, бұрын осы стационарға қалай жеткен. Мынау 2000 мен біраздан бері тұрған, 2011-ден бастап тұрып жатырмын осы домда. Бұған 2017-ден бастап біздің дом бір бағдарлама болды, кондоминиум өткен. Сондай бағдарламамен сыртын қаптайды деп жұмыстар жүргізеді. Бүкіл тұрғындар бұрын негізі іскерде болған бұл дом. Негізі бұрын жағдай жақсын бұл дом. Төбе ештеңе жаңбыр ақпайды, подвалда құрғақтын. Сол 2017-де жаңағы бағдарлама кондоминиум өтті де, жеке тұрғындар өздері жеке 70 квартира қол қойдыр бір кісілер. Сол неме өткізіп жіберді кондоминиумға. Олар 2017-2019-ға түк жұмыс істеген жоқ, подвал тұрды солай. Олар ақшасын қабылдап алды, қабылдамада соттасып, ақшасын ұтып алды ол кісілер. Содан бұны тастап кетті де, 2010-да бастап іскер арқалық деген кондоминиум іскер деген болды ғой, жәкең біледі. Сондай не ашылған арқалық бойынша 10 дом қалып қойған ғой жаңа кондоминиум. Сол кісілер бұл іскер алды да, бұл кісілер 2019 аяғында 20-да алып 22-ден бұл кісілер де жұмыс жасады біздің домға. Енді айтып қойып, содан біздің домда ешкім қараған жоқ, содан су толды. Ешқандай іскер ешқандай жұмыс жасаған жоқ 2 жылдың ішінде. Сода 2022-де июнь айында жаңа кондоминиум іскер жабылды да, вообще біздің дом 3-4 ай ма бес қозын жоқ болды. Осы 2022-дің октябрь, ноябрьден бастап біз өзіміз жаңағыдай осыға кіріп, через акимат арқылы жаңағы бес қозын жем болады. Сосын бір арамызда бір кісіні сайлап, жаңағы балым деген кісіні. Өзімізде ақша жинап, дас жұмыс істедік. Енді мен айтайын деген, осы подвал осы қыстан бері жұмыс жасап жатырмын, бетімен бірдей, даже магазинге шығып кетті судың. Адам көре алмайды. Ана іскер мысалы 2019 жұмыс жасады ғой, 2020 жылдары іскер сантехниктердің ішіне кіре алмайтын. Үйден мысалы жұмыс жасамыз келсе, подвалға кіре алмайтын мысалы сырымдар. Өйткені кіруге болмайды, су полный. Бұл кісілер ештеңе істей алмайды, содан біз былтыр өзіміз әйтеуір адам жалдан не істеп, откат жасап, әйтеуір шамалы істегендей болдық, енді ерік білетін шығар енді. Енді біз не істейтініміз енді бұл мысалы бізбен сіздің шешен шаруа емес қой. Бұған егін жоғары жақта көп қаражат керек. Сондықтан біз тұрғындардың атынан енді тиісті әкімдікке көмек беріп жаңағындай үлкен қаражат бөліп жаңағындай осы тұрғындардың атынан жаңағы подвал жұмыс істеп берсе, істеп астын дұрыстап. Жылуы бар, мұздай суы бар, несін бар, сосын астында шамалы біздің мына ойға қарай ма, өйткені су көп жинады. Осы мәселе көп шешілмеді. Енді бұған енді жоғары қаржы керек. Енді қазір іскердің өзі өткенмен де мен сізге айтайын. Іскер ештеңе істемейді қазір. Осы алдын қабылдап алды ғой. Бұл кісілер ештеңе істемейді, өйткені подвал су болмайды. Бесполезно. Ол іскер өткенмен іскер өту үшін мысалы жаңағындай дұрыстап жұмыс жасалып, жаңағындай қаражатпен. Сосын бар іскерге беріп, іскер дальше арға алып кетсе, ол кісі дальше жұмыс жасайды мысалы. Ой, сақ болады мысалы. Ал қазіргі уақытта онда ешкім мысалы жұмыс жасамайды қазір. Бәрі шіріп тұр. Жағдайда мысалы тұрғындар өзіміз қосылып, бір где-то миллиондай қалмас, өзіміз жаңағы мұздай суын ауыстырдық, пластик трубаға. Ал енді мысалы өткенде 4-ші подъезде мысалы өткен аяздарда 40 градуста бу далаға шығып, енді подъезде не бар өсі анау бетондар. Соған дейін таза не істеп кетті, алмасы жақындай келіп жатса ғой енді. Пар етіліп кетті, таза анау ненің жүретін жерге дейін өйткені асты пар ғой, су толып тұр. Этажға дейін көтеріліп кетті, таза буланып, таза етін ол білмей қалай болатынын. Енді сіздердің көмек болса, енді бұған мәселе енді жақын неде ғой, біз өзіміз қалпында шеше алмаймыз, өйткені бұған үлкен араласып, ақша қаражат бөлініп, мысалы жаңағындай. Енді 2024-ке қаланың тұрғын нелеріне ақша бөлініп жатыр ғой, мысалы ремонт несіне. Төбеде өткенде кісілер айтады, төбеде жаңбыр ағатын болып, мысалы 5-ші этаж. Каждый үйге барсаңыз, мысалы бәріне жаңбыр ағады. Еще подвал бір этажда тұратын кісілер, олар вообще демала алмаймыз дейді мысалы. Енді осы мәселе біз енді 3-4 жыл болды, айтып жатырық, ешқандай не шешілмей жатыр. Енді тұрғындар айтқанша жаңағы проблемаларын енді сол мысалы. Оны көмек болсын. Ал мен мына осы Маясова 42-дің сантехника боласыз ба деп келдім. Осы председателіміз өзің қарайсың ба, сенің қолыңнан келеді ғой дегесін, мен өзім басқа жерде жұмыс істеймін, іскер мекемесінде сантехник болып. Сонымен мен подвал түгел су, мұздай су, розликтер ауыспаған түгел. Әрбір жерден су ағып. Сосын мен пластикке өнеге айырбастап берейін, онда жеткілдер қосылып, өздері азғантай күшімен сол қолымнан келгенше мұздай суының розликтерін айырбастап 60 труба мен. Содан кейін
крандарын айырбастап, отопление, розликтер түгел біткен. Әр жеріне кетіп отыр. Шамам келгенше істедім. Енді бұның подвалы, жаңағы канализ трубалары жоғарыда тұр. Қанша выпуска тұрып қалады, подпор тұрып қалады, подвалға кетіп қалады. Подвал өңілер төмен вообще. Сумен шайылған ба сондай. Соған подвалға бірдеңе төсеу керек негізінде. Соны айтайын деп. Мен келгенде кіре алмай осы подвалға түгел толған су. Өзіме аз көп болған жоқ жұмыс істегеніме. Осы Маясова 42-де. Бір емес 2 насос жанды. Бірыңғай суда тұрмын мен. Сонымен сол енді подвалды реті келгенше жаңағы канализ трубаны соған дейін жеткізіп, жаңағы подвалды төсеп берсе деп, соны айтқым келеді. Осы кісілерге мен азғантай көмегім болсын. Жаңа Ерік мырзаның несіне тағы қосымша айтып кетейін дегенім, біз былтыр сұрағанбыз. Былтыр дегенде енді осы жаз ғой, жаңағы неге төсейтін құм. Бізге әкімшіліктен бір прицеп, бір КАМАЗ не әкеп түсірді. Ол құм емес, оказывается, саз. И так болото болып жатқан подвалға ол мен вообще жүре алмай қалады, ішіне кірген адам. Ол мына үйдің артында қалай төкті, солай жатыр. Соны қосымша айтып кетейін дегенім. Бізге әкелгені болото, саз. Соны қосымша айтып кетейін дегенім. Содан кейін тағы да болса да енді сіздер қайта-қайта келмейсіздер. Мына жерде ЖКХ-ның бастығы тұр, Алмас мырза, мына іскердің бастығы өтіп қалып жатсақ іскерге. Біздің енді тұрғындардың атына тағы да мына бізге дұрыс капитальный ремонт керек. Бауыржан айтып кетті ғой, мына сыртқы фасад ремонт бізге полностью керек үйге. Өйткені кешегі айлық аяздарда, например, қанша батарея ыстық, отопление ешқандай не жоқ. Ыстық болып тұр трубаларымыз. Бірақ үйіміздің жазынап кетті. Сол себептен биыл енді жаңа көп ақша бөлінеді деп естіп жатырмыз ғой, өйткені жиналыстарда да естіп жүрміз. Сол себептен біздің мына Маясова 42-ні қолға алса әкімшілік. Өйткені тек қана мынау лицевой жаңағы көшелерді істеледі де, мына ортадағы біз секілді үйлер қалып қояды. Не ремонт жоқ, не сыртымызды никогда не етпейді, не бояу жоқ. Мынау тұрған Абай 78 жылда істелінеді. 3 жылда бір істеледі, жоқ десең. Солай ма, тұрғындар? Біз деген вообще жоқпыз. Өйткені біз ортадамыз. Құрметті Маясова 42-ның тұрғындары, біз әкімшіліктен келіп тұрмыз. ЖКХ бөлім басшысы боламын. Есімім Алмас. Мынау мәселе бойынша біз жиналып отырмыз. Бүгінгі шынымен де 74 жылғы салынған үйлердің бірі ғой. Көптен бері ремонт көрмеген, шынымен де подвалдан жаңа айтып отырсыздар, қаншама мәселе шығып жатыр. Сондықтан да сіздердің ең негізгі мәселеңіз қазір іскерге өткізу. Ол үшін жаңа заң бойынша сіздерді жаңа мына кісі тапсырамын дейді. Мен осы үйді председательство тапсырамын дейді. Енді ол кісінің орнына бар ма екен, бірінші соны анықтап алу керек. Председатель кім болады? Мен үйдің тұрғындардың арасынан, өздерінің арасынан сіздер тағы бір жиналыс өткізіп, осы немесе қазір жиналып не етуге болады, кім председатель болады, кім өзіне осы нені алып алады, осы жүктемені. Сосын іскер мінекей Жолтай Кенжекевич айтады, если осындай ұйымдастырған шаралар өткізіліп жатса, мен қабылдауға ниетім дейді. Солай ғой. Сосын бұл кісілер наряд бойынша жұмыс істейді. Қандай тапсырма бересіздер, соны келіп істейді. А егер подвалдың жұмысын жаңа айтып жатсыздар, подвалда көп ремонт керек деп. Ондай заң бойынша сізде возвратные средства деген бар, қайтарымды. Ол кісілер не етеді, істеп береді, сосын сіздер бір жылдың ішінде қайтару керексіздер. Сіздерге есептеп береді. Бірінші оны істеу үшін бірінші сметалық құжаттарды дайындау керек. Сметалық құжаттарды дайындап, сосын барып бізге бірге жұмыс істейміз ғой ол жағын. Сосын бізде көмектесеміз. Сосын оны есептеп, қанша кететін, сосын барып не етеді, постановление шығарамыз, сосын барып іскер бастайды жұмысын, ремонтын. Сосын сіздер қайтарасыздар. Оны бюджеттен біз бөле алмаймыз заң бойынша. Ал жаңа төбені айтып жатсыздар, төбе және фасад. Ол жағын біз қарастыруға болады. Оны біз қала әкіміне жеткіземіз. Оны жалғыз әкім шешпейді. Жалғыз әкімдік шешпейді. Оны депутаттармен бірге қоғамдық келісім бар. Солармен бірге отырып, сіздер жалғыз емессіздер. Осындай оны ескеріп қойыңыздар. Бір ғана Маясова 40 емес, ондай үйлер көп бізде. Енді қаланың өзіне уже 70 жыл болып қалды ғой. Соның арасында 50 жылдан асқан үйлер бар мысалы. Оларда күтіп тұрған, ремонтты күтіп тұрған үйлер бар, фасадын. Сондықтан ішіне анықтап аламыз. Ең негізгі қазір керекті, именно ремонт қазір керек деген үйлерді. Кровля бойынша бізде мен есімде болма жоқ білмеймін, бірақ кровляда бар. Оны қосымша айтамын тағы, бар ма жоқ па?
ол жағын жаңағы фасад, кровля, ол жағын біз әкімдікпен нетеміз. Сіздермен бірге жұмыс істейміз ол жағын. Жақсы ма? Енді толық несін анықтамасы жолда екенін кейін айтады. Қалай жұмыс істеу керек екенін сіздермен. Құрметті қала тұрғындарым. Бүгінгі жаңа айтып отырсыздар сіздер кезінде жаңағы осы үйлер 19 жылдар ма кетті ғой, кондоминиумға кеткен. Одан кейін ол кондоминиумға ақша төлемедіңіздер де, ол кондоминиум жабылып барып басқа кондоминиум ашылды. Сол халықтың өздерінің кінәларын алып былай қарасаң, егер де жағдай сол кезде төленіп тұрса, уақытында төленіп тұрса, осының бәрі жұмыстар жасалды еді. Мен қазір сіздерге айтарым, бүгінгі неме біліп тұрмын жаңағы подвалды состояние. Мұздай суын ауыстырдым деп отыр. Ол дұрыс енді, мұздай суын ақша төледім. Ендігі дальнейший уақытта мына мұздай су емес, енді канализацияны жаңағы отопление ауыстыру үшін сіздер каждый келіп договорға отырасыңдар бізбен. Каждый квартира, егер дальнейший возвратный средства ақша бар, береміз, сметасын алмас айтқандай жасатасыздар, протоколный состояние, собрание полностью 100%, бәрі бізге договор отыр. Тот магазин бәрі келіп отыру керек. Сосын барамыз, жаңа қанша сметада қанша ақша шықты, соны бөліп тастайды түгел, жаңа 70 квартираға. Оны бір жылға бөлеміз ба, бір жылға не болса, жаңағындай, бір жарым жыл, ол көйткенде бір жылға бөле салу болады. Отсыл көп болса 5 миллионды, былтырғы жылда майасы 38 алды, бір жылға бөліп тастады, где-то айына 3 мыңнан келе ме сол, бір жылға бір жоқ жаңағы несін келгенде. Смета бойынша, егер бөлген кезде, олардың квартирасы аз болды. Көбіне байланысты ғой, жаңа 5 миллион алсаң, енді олар 3 жұмыс істеді. Отопление істеді, канализация істеді, водопровод істеді. Олар 3 жұмысқа сондай ақша алды. Ал сіздерде қазір светтерін істеліп тұр, мұздай су істеліп тұр, енді только канализация мен отоплениеге, көрдіңіз ба? Смета жасатасыздар, соны ол үшін жаңа жасатып айтты ғой, протокол состояние болады, сосын бар договорға бәрін келіп отыру, бәрі квартира, түгел именно өздерінің қазайындар келіп салғасында қол қою керек. Сосын сол ақшаны бөліп береді. Сосын бар өзі сметчикті кімді жалдайсыңдар подрядчикті, соған жалдап жұмыс істетесіңдер. Сонда ғана ол жұмыс алға басады. Сонда ғой, міне қаншама жабылып жатсыздар, 2 кондоминиум болды. Енді осы үй болдыңдар. Онда да ешқандай мынандай жиналмады ешқандай ақшаны. Сондықтан дальнейший біз договорға отырып қана сол ақшаны қайтарып алдық. 574 мың. Иә, көрдіңіз, 500. Сондықтан мынау егер каждый жекеменшік үй ғой, мынау қарап отырсаң, ол есіктен бастап мынау даунфон есіктен бастап бәріндікі өздеріңіздікі. Егер де осыны жаңағыдай жасатып алып, дальнейший қандай жұмыс істейміз өздеріңізге байланысты. Қазір айтып отыр, үйде камераны орнатуға, жинап ақшаларыңызға. Сіздер обязательно іскерге кеткен, осы үйді қалдырып, уақытында ақшаларын жинатып алсаңыз, түгел бәрін. Пластик терезелерді орнатуға болады, анау нелеріңе, подъездеріңе. Енді одан кейін ақша өздеріңіздікі ғой, түгел жинайды. Бұрында айтылды ғой, сөздер болды. Іскерге төлеп жатыр, іскер не істеп жатыр деп. Ал енді өздеріңіз шығыңыздар, өздеріңіз ешнәрсе істей алмайсыздар. Сондықтан ол халық біріккенде Бресктегі ғой, мына Бреск 20 квартира тұрады, білмеймін қалай, жаңа айтып отырсыздар, магазинде төлем, осы жерде тұр ғой бәрі де. Просто сол айтамын, сондайлар, көрдіңіз, сіз старший болыңыз, даже каждый подъездге старший болсын. Иә, каждый подъезд сосын, каждый жинап отырсын. И сонда ғана тәртіп болады, егер ешкім үкімет жаңа айтасыздар, істеп беретін, істеп беріп жатыр, төбесін істеп береді, фасадын істеп береді, айтты. Только жаңа подвальный помещениеге жаңа ақшаны өздеріңізге зачет. Светке де даже, мен светті көтергем жақында. Осында светті реткетіне тариф аз, осылай. Бізде де сондай проблема жоқ қой, менде 73 үй бар. Сонда светтің де проблемасы көп. Мен айтым, соған қалай істейміз? Может, дальнейший светке де ақша өлемі? Соны істету керек. Мен халық жинады, халық төлегенін төлеп жатыр, төлемегенін өзі қаншама бізде. Каждый менің 73 үйімде, 73 үйімде, каждый миллионнан қарыз бар. Біреу кетіп қалған, біреу сыртта тұрады, біреу арендаға түсіп кеткен, біреуінің шешесі әкесі оқып қойған, үй оформление жасаған, баласы тұрып отыр. Ешқандай сот қоя алмаймыз. Сот алмайды біздің қағазымыз қазір. Основной кімнің қолымен жеке именно сол адам болу керек. Ондайлар болды. Біз енді бар оның жанында сыртында біз адамдар жіберсек, біз өз адамын жібермесек, басқа адам жіберсек, біреу қолып қойып айтады, менің қолыммен істеп шығады. Ондай сот қойыр наоборот біз істеп жатыр. Біз білмейміз, сол іскерді сіздер ойлайтын шығарсыздар. Менде де жаңа мен сіздерге көмектесемін. Қалаңызшы болғасын. Менде де қазір сантехниктің өзі жетіспейді. Электригім сантехник дежурствоға түседі, сварщигімді дежурствоға түсіремін сантехник қылып. Әйтеуір подработка ақша жасады деп. Айтса, осы жерде сантехник жоқ, жаңа айтып ғой. Еліктегі мына мен істейді ғой. Мен істей берсін, сіздерге істеп береді ол. Мен нетіп отырған жоқ. А бірақ оның да жұмысы бар бізде. Істеп бізде. А бірақ сіздерге әйтеуір көмектесіп жатыр. Жұмыстан кейін түнемей. Сондықтан жаңа айтамын, сол договорға отыру керек. Қазір дәл жаңа жұмыс істейміз десе, халықтың тағы жиналыс айтып отыр ғой. Договорға отырып, протокол собрание түгел. Содан кейін бізден қанша ақша керек, жаңа сметасын жасап. Содан кейін үйлеріңіз дұрысталады, одан басқа ошаған дұрысталмайды ол. Қайтып анаған кір, мынаған кірген дұрысталмайды. Ең бірінші соны шешіп алу керек жаңа. Түгел сметасын жұмысын. Может, егер подрядчиктер болса қыстыгүні бастап кетер. Жаңа канализациясын может қыстыгүні істей беруге шығар. Трактор әкеп қазады да, ана выпускасын төмен түсіріп береді.
төрт құдық бар ғой, төртеу ма осында? Иә, төртеуінің соны жаңадан істеп, может қыста істей беріп отыр. Может отопление тоқтаған кезде марттан бастап кішкене сол кезде может отопление бас. Соған шейін документтерін дайындап қойсаңыздар, бәрі жақсы болады, бітті. Ешқандай именно халық бәрі 100% жаңағы договорға отыру керек. Сол ғой. Біз де мына 44-те отырмай, қазір магазиндерде отырмаған кезінде біз нетпедік, сол подрядчикке ақшасын берген жоқпыз қайтып. Көрдің, кезінде істетіп алды, 70% еді, 30% шығады. Бәріне сондайлар істетіп алды, қазір отырмын. 44-іңіз артыңызда қараңыз. Ешқандай проблема жоқ, ешқандай звондамайды да қазір. Ол сияқты болу керек қой, бәрі енді халықтың түсіну керек. Менің ойымша біз іскер көмектесіп, лоббиялықта көмектесеміз. Просто менде де адамдар жетіспейді. Жаңа айтып тұрмын ғой, электрикте жетіспейді, сантехникте жетіспейді. Өйткені мен былтыр осы үйге шыққаннан кейін сіздерге мен бардым, ол кезде сіз емес, басқа жігіт болды, и главный бухгалтеріне, іскердің бастығына бардым. Өйткені обслуживание біз сіздерге кірейік, потому что бізде ешкім жоқ, не электрик жоқ, не сантехник жоқ. Мынау деген подвал жаңа өздеріңізге айттық алдында, суға толып тұрған қалпында алдық. Сонда іскер бізден бас тартты, сразу айтты, мен ала алмаймын деді. Өйткені бізде и так та үй жетеді, сосын главный бухгалтер НДС көйіп кетті деді, НДС жоғары, үйді артық алып қойыппыз. Я сіздерде жартылай государственный, жартылай частный емес, сондай бірдеңе екен, солай деп айтты, бізде отказ берді. И сосын Мұрат деген кісі, өйткені біздің кейде домдарда айтып жатыр да, Мұрат деген кісіге тоже неттім. Жоқ деді ол кісі сразу. Үйім көп, басқа да шаруашылықтарым көп деп сүйеді. Мұрат анау түсініп тұрсыз ғой, ипа. Аха. Ол кісі бірақ әйтеуір маған көмегі, енді смета істеп бермейді, ол кісі никогда босамай жүр. Осы өткенде соңғы мынау битті қаптап жатырмын, балым содан босайын, сосын кішкене шаруашылығым реттелсе келіп смета жасап беремін деген. Подвалға. Мен ол кісімен осы ойға шыққалы связдамын. Сол енді ол кісінде қолы тие бермейді. Басқа смета жасау бізде проблема ғой, қала бойынша. Өзі екі ақ сметчик па, үш ақ сметчик па, сондай ғана. Енді негізгі не ғой, тірлік бірлікте дейді ғой. Сондықтан да бірлігіп, барлығыңыз көршілеріңізге айтыңыздар, бірігейік, осындай мәселені шешейік, бәріміз бірігіп. Осындай подвалды бірінші шешіп алу керек. Оны төбесін жаңа айтып отырмыз, біздің әкімшіліктен мүмкін қарастырамыз, фасады мен төбесін. Оны әкімге жеткіземін, қала әкіміне. Сосын депутаттармен бірге бірлесіп, қай үйлер міне фасадқа ремонт қай төбеге нетеді, соны бірігіп нетеміз, оны бақылаймыз. Сосын сіздерге қосымша жауабын береміз. Енді подвалды жаңа айтып отырмын, бірігіп шешу керек. Қай жаңа смета жасау, неке айтып отыр ғой, смета жасауға адам дайын дейді неке, Мұрат аға да істеп берем дейді. Оны да смета жай жасаса алмай, оны сметаны қарап тексеру керек. Оны несі жете ме жетпей ме, кейде сметалар дұрыс істемей кетеді ғой кейде. Сондықтан сол жағын қараңыздар, жаңа бүкіл нені қараңыздар, қандай жұмыс істеу керек, қандай нелер, жаңа подвалдың помещение, вход, есік, кіреберіс, бәрін окошкалары бар. Солардың бәрін утеплять ету керек қой, подвалды тоже. Өйткені салқын астынан кіреді бірінші. Сондықтан сол жағын бәрін қарастыру керек. Ең бірінші жұмыс сіз айтып отырсыз мінекей, балым апай тапсырғысы келіп тұр енді қазіргі мәселе. Қазір мәселе енді сіздерді өзіне председатель сайлау керексіздер араларыңыздан. Біз председатель все равно біз іскерге өтпейін деп тұрмыз. Өте алмайсыздар, иә. Айгүні мен группаға жаздым ғой. Егер мен тапсырма Общий группа бар ғой, иә? Общий группа бар. Сонда талқылаңыздар. Оларға жиналмаса адамдар. Осындай араларыңызда бір адам бар шығар, инициативный, андай шапшаң дейді ғой анау. Енді сұрақ енді. Айтып отырсыз ғой, именно председатель болып тұр Жәке, иә? Енді осы состояниемен іске ала алмайсыз, иә? Осы состояниемен өзің жаңағы үйлеріңізді қосып мысалы аласыз ба? Жоқ, мен қазір сіздер алып айтып тұрмын, сол ремонт жасаңдар, сосын барып председатель жазын, сол договорға отырамыз да, даже сендерге уже жұмыс істеп тұрасыз да? Істеп тұрамыз. Сондай болмаса ремонт істетіп алды ана полностью, содан кейін міне мен 90-шы адағы Нұргүл деген мен айттым ғой жаңа, осы состояниемен іскерге өткенмен бұл кісі ештеңе істей алмайды. Бұрынғы состояниемен тұра береді. Жаңағыдай мысалы үкіметте қайтадан не алып, ақша алып, сосын бар шешілмесе бұл шаруа. Соны айтып отырмыз бізде. Енді осы шаруа енді қай кезде негізі бола ма болмай ма, мысалы былтыр болмай қалды, мысалы ақша болмай қалды да, біз мысалы өтпей қалдық былтыр, иә, по-моему солай. Жоқ, қайтадан грант былтыр бітіп қалды. Жоқ, болады, протокол несін дайындаңыздар, жаңа айтып тұрмын ғой. Осы жылы болады деді. Біз былтыр бірінші 44 пен 42 екі дом тұр деді. Қайсысы бірінші смета жасап өттіңіздер? Иә, сол алады деді. 44 өтіп кетті, біз қалып қойдық. Ол 44-тен кейін даже 36-та істеп алды, 38-де жаңа қарасаң. Сондықтан да тездетіп нетіңіздер енді. Сметаға байланысты. Біткенше бәрін құжаттарын дайындалып, көктемде бастап кететін не болу керек қой. Көктемде мынау жылу тоқтайды. Бізде канализация даже еріксіп. Күн жылиды. Сол кезде бастап кету керек қой жұмыстарды. Оған дейін құжаттарды дайындап, сіздер собрание істеп, председательді сайлап, құжаттармен айналысу керек. Көмек керек болса айтыңыздар, шамамыз келгенше көмектесеміз.
Жерлерді де көтеру керек, су толып тұрады, ол Иә. подвалға істейді ғой. Вот сосын соның не бәрін остатки есептеп беретін айтып істеп. отырсыздар сметада. Ертең трещина болса Иә. вообще не істейді, сосын Откос, проблема иә. болады. атмосфера түгел айтылады Иә, сметаға көтеру жасатуға су толып тұрады мына жерде. Алдың артына су толып тұрады. Айтасыздар, бізге атмосфера, жаңа теплое, теплоснабжение, сосын канализация дейсіздер. Может, ішінде бір косметический ремонт керек шығар, может, ішінде тазартып. освещение тартылған Иә. подвалға, пожалуйста, Өзімізше освещение тартқанбыз. Бар, Освещение бар. істедік освещениені. Песок бар. Бірақ все равно подвал болғасын, кім осы бір сіз Гүлнар апам ба біреу сұрақ қойды группада. Неге подвал қараңғы, неге фонарикпен жүреді деп. Қараңғы болғанда қаншама лампы қойды, все равно былай. Подвал болғасын не шығар? Иә, солай жоқ, ол болады. жаңағы сіздер засыпка деген жоқ, жаңағы құмды неткені барса, жаңағы канализация істетсе, сол ғой бүкіл проблема канализация. Иә, канализация төмендеп, иә, кім Ерік мырза айтты. Иә, соны істетсеңіздер құрғайды ол подвал. Иә, трубалары бәрі бізде жаңа, мне кажется, да, бір осы сыртқа шығады. кондоминиум ба, скирма бір жылдары трубаларын істеді. Бізге осы сыртқа шығатын не деп айтады? Сыртқа Сол бізде проблема болып көтеріп тұрған. қойып қазса, ол сол келеді. Одан кейін подвал құрғайды. Или может білмеймін, бұл үйлерде мен бұрын болып жүргенде көктем кезде грунтовый су болады шығар, болмаса білмеймін басқа кезде. Ойда тұр ғой, шығады кейде грунтовый су шығуы мүмкін. Көктем кезінде, павод кезінде. Ал басқа уақыттарда білмеймін егер. Аға, енді сіз барсыз, сіздер енді бұрыннан істеп келе жатсыздар, білесіздер ғой. Осы неге жаз бойы, например, мына жақ 4-ші подъезд жақтан аптекамен жаңағы ломбард тұрған жақтан су постоянно білініп тұр. Иә, ол су қайдан келеді? Может, жан жақтан басқа жерден бір жерден су ағып, осы біздің подвалға құйылып жатқан жоқ па? Жоқ, соны барып ең бірінші жағын істеп алып тоқтатып алу керек. Жоқ, енді жаздығыне жылу болған жоқ. Иә. Жылудың су аққан жоқ. Мұздай суды істеді Ерік. Сол кезде әдемі тоқтатты, қайттан жиналды. Мұздай су істелді, все равно недің астынан шығады. Бір жақтан кеп тұр. су. Бір жерден кеп тұр. Потому что бүкіл мұздай суды ауыстырған, ешқай жерден су ағып тұрған жоқ, бірақ астыға су келеді. Бұндай проблема екен бізде анау осы председатель осылердің нелері бар группасы. Сонда да айтылады кейбір домдар, например, жаңағы Горбачева 85/1 Ержан ағаның несі. Ол кісілер айтады, мен отоплениені ауыстырдық дейді. Мұздай суды ауыстырдық, бәрін ауыстырдық. Құрғап тұрған неміз все равно су жиналып жатыр. Неге? Иә, әкімшілікке айттық, іскерге айттық, АТЭК-ке айттық. Әскер деген жоқ, өтірік айтам ғой деймін, сізді қосып жүрдім, иә. Әкімшілікке айттық, ЖКХ-ға айттық, АТЭК-ке айттық дейді. Мына су қайдан келеді? Тауып беріңдер деп. Бірақ ешкім келген жоқ деп сөйтеді да. Енді сол секілді менде бұл жөнінен ешкім келген жоқ деп мен әкімшілікке басқа біреуге жала жапып тұрған жоқпын. Түсініксіне қараңыздар. Сол секілді бізде де, например, енді біз ыстық суымызды істеткен жоқпыз, иә. Ол кісілер істеткен дом, например, оларда да проблема болып тұр да. Сол секілді бізден де сырттан келіп тұрма деп ойлаймын. Мына жерде садик бар, ана жақта школа бар, солардың суы келе ма, орта ма, кім біледі. Может, көрші домдардан келе ма? Сондай бірдеңе болып тұрасыздар, не? Сондай болып тұрған жоқ. Не? Бірақ су, міне. Иә, сол бір домнан кеп тұр ғой. Кіріп қараңыздар, мынау 2000 өтініш болып тұр. Иә, кіріп қараңыздаршы. Былай қарасаң, ол табылмайды, біз талай өткенбіз қазір қарасаң. Ол анау канализациядан болады, таза су сияқты болады. Канализацияда егер коллекторлар трещина болса, ол әйтеуір жердің астында бір жұмсақ жерден тауып алды ғой. Содан не үйлердің жағы сай ғой. Анадан су қайтса соған құлайды. Біз ол талай мұздай судан утечка болмайды. Ананы істеймін, мына істеймін. сосын барады қазір келесі жылдан бастап уже коллекторлар дұрыстайды деп жатыр ғой. Может су көздерде может пайда шығар. Ол кезде трещина солардың астынан барады подземный су келеді. Қалай қалай. Бүкіл мен подвалдарды біз қанша құрғақ ұстаймыз, міне Қайырбекке білмеймін, астынан су келеді. Енді жақында водопровод айбастаған түгел Қайырбек. Енді қарасаң, даже подвалға кіріп еді көрдім, астынан бұлақ сияқ шығып жатыр. Енді біз айттық, қайдан табатын білмеймін. Енді бізде де сол көбіне бізде таза су шығып проблема жатыр. басылатын сол кәдімгі істеліп жатқан жұмыс көзге көрінбейді. Мына кім Еріктің істелген жұмысы, например, көзге көрінбейді. Көзге көрінбейді. Өйткені Ерік ештеңе істеп жатқан жоқ деп түсінеміз. Өйткені бәріміз системаны білеміз ғой. Мен өзім сөйтіп ойлаймын, осындай жан-жақтан бір не келеді. Өйткені жазда көзіме жетіп тұр. Қалай сізде Ерікте істеп жатыр, мен бізде істедім. Жылу бар ма енді, су бар ма, канализация істеп тұр енді, подвалдық енді ақшасын төлесе істеледі ғой бәрі. Ақшаға мәселе ғой. Түгел үйінде жылу болып тұр, светі болып тұр, су болып тұр, енді оған не ренжиді, сізге не ренжиді, старший болып. Ақшасын төлесін, сіз тауып аласың. Қазір таптыртасыз, ақшаңызды сұраса, ана жерді қалдырасың да, АТК-сымен төлейсің да, қалсайшы осы жерді, қазір тауып береді. Ақшаң жоқ болғаны ешкім істемейді ғой қазір. Ақша болса түгел ішіне жаңа шивенка кіп төсетіп қойды. 2 КамАЗ шивенка әкелді төсетіп қойды. Міне алдың Алим Сұрай келісті, әкелді терезенің тұсына аттырып алды, 2 адам бітті. Ол проблема біреу тауып беру емес. Бізде менде де ондай проблема жетеді. Менде техника болса, менде экскаватор жоқ, мен экскаватор болса жалдам, ЕПС-ке барым, АТК жалдам осындай қаздар үшін. Оның ордерін жасау керек, нелерін жасау керек. Ол проблеманы шешіп алса болды, қалған ешкі проблема шешіледі ол. Бұрын бәрі ақшада. Ешкім нәрсе жоқ. Жаңағы сіз айтып тұрсыз, құмды, ондай құмдарды әкеліп тастаған бізге де. Ол үшін онда кіргіздік біз ана мен 70 қасында.
жетпіс астына әйтеуір кіргізіп үстіне не тастап әйтеуір ана отырсын деп. жақсы бізге саз келіп. Саз ғой, сол саз бар, қайтса ертең ол су шықпаса саз кепсе қайтып құм болып қалады ғой. Ол су шыға бергенше ғой саздана береді. Сондай ғой, бізде де мәселе көп ондай проблема. Мен өзім айтамын, талай біз анау Байтұрсын 23-19 деген көктемде ортасы түгел суға толып тұрады. Қайда жіберетінін білмейсің. Подвалға кетпесе басқа жоқ, колодец жоқ, ешқандай жоқ. Качать ете алмайсың ешқандай. Ортасы апрельге шейін су болып тұрады даже. Майдың біріне шейін. Ондай проблема, түгел бәрі осадка берген ғой нелері, атмосфералары. Онда айтылып жатыр. Козыректер сіздер енді кішкене істеп берді ғой кезінде мына кәндері. Ондайларды қанша аварийный состояние. Ол да айтылып жатыр. Ол айтылмай жатырған жоқ. Просто соның бәрі ақырын этаппен істеп жатыр ғой. Сіздер шеттегі дейсің. Бәрі шетін істеп жатырған жоқ. Ақырын кіреді ғой. Просто бір жылда бәрін Москваны сол сияқты бір жылда іштер істей алмайды. Ол шындық қой енді. Иә. Жоқ, ол ешкім адмет. Етіп жатыр. Жаңа Алмастық айтып отырғандар, айтып отыр үлкен басшылар. Тексертіңдер, кімнің төбесі жаман болып тұр, содан баста ең бірінші. Кімдікі 100% бітіп тұрған. 30% болса кішкене оны істеп берейік, потерпейік. Сосын келесі жылы оң қояйық. Солай айтып жатыр. Ана кейбіреуің вообще енді бізді былтырғы жылдан сендер терпеймі деп биылға қалдырған, енді биыл істейді деп ойлаймыз қазір. Төбені. Мынау құрметті тағы да Арайлар Халық каналы, Қанат мырза, сізден бастайын. Сізге рахмет. Неге келіп отырған әкімшіліктен келген Алмас мырзаға, Жолтаяқ аға мына іскерден келіп бізге консультация беріп нетіп жатыр. Неге сіздерге рахмет, біздің мұқтажымызды тыңдап, және сіздердің айтқан нелеріңізден енді тұрғындар ойлаймын бәріміз енді түсінік алдық. Иә, дальше енді өзімізге байланысты болып тұр тағы да. Иә, ортамыздан тағы адам сайлап, дальше осы бірігіп әкімшілікпен жаңағы егер дальнейшем жаңағы доғыр жасап іскермен бірігіп жұмыс жасау. Сіздерге рахмет. Ең негізгі жаңа айтып өттік қой, сайлап алыңыздар, сосын мен әрқашан байланыстамын. Шақыратын кезде айтыңыздар, келеміз жиналысқа, ондай не жоқ. Енді жаңа юридически болсын, заң бойынша болсын, қандай консультация керек, оған көмектесеміз. Сосын жаңа қарызгерлермен жұмыс істеу керек, қарызын қайтару үшін, осийдің қарызын. Содан тоқтап тұрған. Сосын барлық көршілерімізді бірлікке шақырыңыздар. Бірлікпен ғана шешіледі осының бүкіл нелер, жаңа подвалдың нелер. Жаңа қасбетімен жаңа төбесі бойынша мен жеткіземін қала әкіміне. Сосын оны қарастырамыз. Сосын сіздерге қосымша жауап береміз. Жақсы ма? Қазір телефонымды қалдырамын Балма апайға. Сосын бірге жұмыс істейміз. Рахмет сіздерге. Келіп тыңдағандарыңызға. Рахмет.